Балақай сәлем. Қалың қалай? Демалыс күнің қалай өтіп жатыр? Аулада достарыңмен ойнадың ба? Жақсы. Күні бойы телефон қарамай, достарыңмен бой жазып, далада ойнаған, денсаулыққа пайдалы. Ал енді ұйқыға жатар алдында мен саған ертек айтайын. Ертеде емес, бертеде, яғни бертін заманда, заманауи ауылда Асылбек деген бала өмір сүріпті. Бүкіл ауылда смартфонды меңгерген жалғыз бала Асылбек екен. Ал бір күні ауылға алаяқ саудагер келіпті. Жаңа шыққан сиқырлы телефон, ақылды, өзі сөйлейді, деп бүкіл ауылға жар салады. Және телефонның бағасы да ат шапан сұрайтындай өте қымбат екен. Ауыл адамдары болса таңданып, барлығы алғысы келіпті. Сол кезде Асылбек байқап қараса, ол жай ғана қарапайым телефон екен. Саудагер адамдарды алдап жатыр, солай ғой. Ал Асылбек осы жерде не істейді? Ауыл адамдарын алаяқ саудагерден құтқару үшін қандай амал жасайды екен? Содан Асылбек саудагерге барыпты да, менің телефоным сиқырлы, тіпті өзі сөйлейді, дейді. Телефонын алып, өзінің алдын ала жазып алған дауысын қосып қояды. Сиқырлы телефоным, маған қой мен шұбат әкел, деп сөйлейді. Сол кезде қойшы жігіт жүгіріп келіп, Асылбекке қой мен шұбат әкеп береді. Бұл жерде Асылбек алдын ала қойшы жігітпен келісіп қойған екен. Ауыл адамдары аң-таң болады. Ал алаяқ саудагер болса, бұл жерде ешкімді алдай алмайтынын біліп, ол ауылдан қашып кетіпті. Содан бері ауыл адамдары ақылды құрал емес, ақылды адам керек деп айтып жүріпті. Бұл ертегіден біреудің сөзіне сене бермей, өз ақылымен таразылап, шешім қабылдау керектігін түсіндіреді. Ал Асылбектің тапқырлығы мен аңғарымпаздығының арқасында ауыл адамдары бір алаяқтан құтылыпты. Яғни, соңғы шешімді үнемі біз өзіміз қабылдауымыз керек. Жақсы балақай, мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Кездескенше.